барлық паприкамызды дәміне қарай өздеріңіздің қалауларыңызша дәмдеуіштерді қоса бересіздер. Және де сұйық май құйып жібереміз. Сұйық май құюды ұмытпаймыз. Міне барлығын салып алдық. Енді салмамызды араластырып қойып, қамырымызға кірісеміз. Міне біздің ыдыстағы тамағымыз дайын болды. Қамырдың ішіндегі тамағымыз өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Сау болыңыздар.